Қарап отырсам, өмір деген қызық екен. Әркім әртүрлі нәрсемен сыналып жатыр. Осы дәл мезетте біреулер үйлен алмай қиналып сыналып жатырса, біреулер үйленіп, сол үйленген жарымен сыналып жатыр. Біреулер бір балаға зар болып, барлық жаққа бармаған жері баспаған тауы қалмай жатырса, енді біреулер нәрестелі болып, сол нәрестенің болуымен сыналып жатқандар бар. Яғни Алла тағала біреуге беріп сынайды, біреуге бермей сынайды деген осы ғой. Біреулер ақшасы жетпей қиналып сыналып жатыр, біреулер ақшасының көптігінен сыналып жатқандар бар. Сол арқылы қиындық келіп, қиындықтарға, проблемаларға душар болып жатқандар бар. Сол себепті негізі бұдан біз не түсіне аламыз? Барлық нәрсе Алланың қалауымен ғана болады. Алла қаласа беріп те сынап қояды, Алла қаласа алып та сынап қояды деген мағына шығады ғой. Негізі береке бермесе Алла қиын. Алладан береке тілейік, әр нәрсенің берекетін берсін.